Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін Майнкрафттың жаңа версиясын обзор жасаймын. Бұл енді 1.16.230.52. Онда кеттік достар. Easy go. Міне достар, ол осындай күшті обновление. Міне, осы сандықта обновлениеде бүкіл блоктар бар, осы версияда дават еткен. Міне достар, бұл осындай қара кірпіштер. Міне осындай. Тағы да еще бізде мынандай бүкіл кірпіштер. Мысалы, мынандай бізде қара стена, қара кірпіштен жасалған. Мынандай қара кирпичный стена. Мынау да сондай. Мынау да. Мынау осындай бір лестницалар. Еще мынандай полублоктар. Еще мынандай кәдімгі блоктар осындай күшті. Және де мына жерде бір мобтың суреті тұр. Кажется, маған осы бір Warden деген новый мобтың суреті тұрған сияқты. Бірақ ол моб әлі жоқ бұл версияда. Бірақ бұл бар. Бұл блок. Ал жарайды достар. Тағы да еще бізде осындай қара рудалар дават етті. Не? Қара тас, еще кәдімгі тас. Не? Ақ тас. Кәдімгі тастағы темір. Ал мынау қара тастағы темір. Ал мына осындай кәдімгі алмаз. Ал мына қара тастағы алмаз. Достар. Что-то маған осы қара тастағы алмаз әдемірек сияқты. Ал жарайды. Еще мынандай бір көк. Осындай көк руда, еще қара тастағы көк руда. Мынау алтын, еще қара тастағы алтын. Мынау осылай жанады олар. Міне, мынау редстоун, ал мына қара тастағы редстоун. Ал мына осындай көмір, бірақ ол что-то көрінбейді, қараңыздар. Ажырату оңай емес, мына кәдімгі қара таспен еще көмірді. Тағы да мынандай изумруд, еще қара тастағы изумруд. Еще бізде новый руда да өтетті. Бұл медь. Еще қара тастағы медь. Міне. Тағы да бізде осындай новый затта өтетті. Не? Ол жывание кіру керек. Не, достар? Енді осылай көреміз. Еще сіздер білесіздер ме? Кәдімгі тас. Ол деген қара таста кішкене тезірек сынатын. Қараңыздар. Мына осындай скорость, ана кішкене содан ақырын. Мынау сондай, қараңыздар. Міне, қара тас содан кішкене ақырын сынап тұр. Міне, осылай достар. Мынаны газмен сала салайын. Міне, ссылка описаниеде болады, жазып алыңыздар. Еще бізде новый моб дават етті. Бұл акселотль. Оларды бұлай тапса болады. Міне, олар де осылай суда жүреді, қараңыздар. Олар қазір бұлай 5 минут осы су жоқ жерде жүре алады. Оларды өте көп түрлері бар. Міне, сары осындай, еще ақ. Міне, еще стандартный розовый. Көп бұндай. Өте күшті моб. Еще оларды сіз ұрсаңыз, регенерация болады. Өз-өзін міне, ол өз-өзін қалпына келтіріп жатыр. Осылай. Қазір ол деген осы регенерация жасап алған соң, қайтадан осы өзінің күшін оралтады. Міне, болды. Регенерация жасайды осылай олар. Тағы да оның мынандай түрі бар, шелектегі. Бұлай ол құйса болады осы жерге, бұлай. Или мына жерге құйса болады. Не, достар, осындай бір керемет моб. Ссылка описаниеде болады, жазып алыңыздар. Не, тағы да бізде осындай новый затта өтетті, қараңыздар. Бізде осындай кішкентай өсімдік. Осындай. Ол деген бұлай солай өседі. Судың астында. Жоқ. Судың астында емес, ол деген осындай блоктарда өседі. Онда ол судың астында болса. Міне, осындай блок. Мынандай, еще топырақ.
былай 2 себат оларды. Міне. Осындай бір керемет обновление. Ссылка описаниеде болады, жазып алыңыздар сіздер де, сосын ойнап көріңіздер. Тағы да еще бізде мынандай өзгеріс болды. Енді бізде осылай тереңірек қылды осы. Жерді қазсаңыз енді -1 блок болады, я. -1. Енді сразу бедрок шықпайды, достар, я. Осындай бір зат. Скоро сосын мынандай келесі обновлениеде болады. Енді сізден сол енді сразу бедрок шықпайды. Ең бірінші қара тас шығады. Я, достар. Еще қара рудалар. Міне, сосын барып бедрок шығады. Міне, енді бізде -60 блок давать етті. Осындай координат. Енді тереңірек қылды осы жерді. Ал жарайды, достар. Осы видео ұнаса лайк басайық, каналыма жазылайық, және де осы комментарий қалдырайық. Еще осы ойынды сіздер де ойнап көріңіздер. Ссылка описаниеде болады. Онда сау болыңыздар, достар.